мынау бала тәрбиесінде, ұрпақ тәрбиесінде сол балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі деп, ұяда дұрыс нәрсені көрсете алуымыз керек екен. Әкенің бойында қандай қасиет бар, соны көріп өскен бала соған жақын өседі, соны біліп өседі. Ананың бойынан қандай жақсы игі қасиеттер бар, соны бойына жиып өседі. Сондықтан да әкенің де ананың да отбасындағы баланың толыққанды тәрбиеленіп шығуы үшін екеуінің рөлі екі бөлек, әрқайсысы маңызды. Құран кәрімде Алла тағала айтады: "Астағфиру билlah, сибғаталлах, ва ман ахсану миналлахи сибға, ва нахну лаху сибғаталлах, ва ман ахсану миналлахи сибға". Қараңыз, сонда Алланың бояумен бояныңдар, Алланың бояуынан асқан бояу бар ма дейді. Сонда бұл жердегі айтылып жатқан нәрсе бұл тәрбие, жақсы адами тәрбие. Сол тәрбиені бойына сіңіріп өскен бала өзінің табиғи болмысын жоғалтпайды. Мына жаһандануға жұтылмайды деген сөз. Өзінің болмысын сақтайды деген сөз.